Суретші карикатурашы Еркін Нұрасхан қағаз бетіне түсіретін образдарын алдымен жақсылап зерттеп алады. Әңгіме барысында суретші ақын жазушылардың мінезін дәл беру үшін терең зерттеу қажеттігін айтады. Ол бүгінгі күнге дейін танымал тұлғалардың ішінен белгілі саясаткер Ғани Қасымовтың карикатурасын бірнеше рет салыпты. Шаржыға ілінетін адамдар болады, ілінбейтін болады. Соны жасадым. Ал енді мәселен Ғани Қасымовқа бірнеше шарж жасадым. Сол өзінің ана инстаграмына жазыпты. Еркін Нұрасхан мырзаға рахмет, менің шаржымды. Өзі және оны жариялап қойыпты. Сондай енді риза болған нелер болды. Ана Меліс елеусізіп келіп рахмет айтты, мен көрмемді. Нұрасханның салған суреттерінен бейнеленген адамның мінез құлқын аңғармай қалу мүмкін емес. Тәуелсіздік алған жылдардан бері суретші елімізге танымал тұлғалардың карикатурасын салып, бірнеше кітапқа жинақтап жарыққа шығарған. Мәселен, кімге күлеміз атты сатиралық сурет альбомында ақын жазушылар, депутаттар, саясаткер және министрлердің портреттерін де көруге болады. Мына тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығында көп проблемаларға тақырыптық карикатуралар салдым. Ол кезде бір газетте жұмыс істеп отырғаннан кейін газеттің бір жағы тапсырмасы. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық аясында суретші Еркін Нұрасхан бейнелеу өнер саласына тың идеяларға толы жаңа жобаны ұсыну жоспарда бар дейді. Мен жаңа формазды кейде сызып қоям, бірақ енді бір сәтте бір ақ тегізетіндей дүние тумай жатыр, шын айтқанда. Ал енді мына кейін кезде саяси қайраткерлердің көрі қазір өзі мына әншілер, әртістер, ана өзі сатирик әртістер халқы өте бір танымал болып кетті ғой. Танымал адамдардың суретін салу керек негізі. Өйткені ана оқырман, көрермен көргенде таниды. Бұған дейін саясат, білім, ғылым саласында қызмет етіп жүрген тұлғалардың карикатуралық суретін салып келген Еркін Нұрасхан енді өнер жұлдыздарына мықтап кірістім дейді. Бұл да автор үшін тың тақырып. Өзекті мәселені мысқыл суреттер арқылы халыққа жеткізсем дейді.